Ауыл шаруашылығының моделі жоқ әлі. Барлық қоректік заттары сақталған болу керек. Бір сиыр көп сүт береді дейік. Батыс елдерде неге қалып қойдық 30-40 жылға? Ақажанов Қайролла Қасенұлы, жасым 62-де, ғылымға мен университетке өндірістен келдім. 32 жыл ауылда тұрдым. Ауылда қызмет істедім. Соң кейіннен осы жұмысқа шақырылдым. Ғылыммен айналсам ба деген арман болды бала кезімнен. Бір сиыр көп сүт береді дейік, бірақ ол жылына бұзау табады ғой. 1-2 жыл болды, агроинновация және биотехнология ғылыми зерттеу институтын аштық. Біздің базовый хозяйствомыз бар, мына жерде Победа деген. Сол шаруашылықпен бірге жұмыс істейміз біз. Қолан қойдық, қолан 3 жылдың ішінде біз олардың сүтінің мөлшері бір басқа шаққанда 6,5 мың болатын, қазір 8,5 мыңға шығып отыр. Бізде бұл шаруашылық Қазақстан бойынша 10 шаруашылықтың құрамына кіреді. Ғылымға сұраныс бар. Әсіресе жас ғылыми қызметкерлер тәжірибесі жоқ болса да, көргені көп, батыстан білім алып келген ғылымдарға сұраныс бар. Сүт өндіру де тұрған ештеме жоқ. Ешқандай қиыншылық жоқ. Ет өндіруде тұрған ешқандай қиыншылық жоқ. Оны біз енді Израильда да көрдік, Америкада да көрдік, қалай тез қамтамасыз ету керек екен. Бізде болашақ әлі үлкен Қазақстан. Қазақстан өзі жас республика. Соған қарағанда, бірақ ауыл шаруашылығының моделі жоқ әлі бізде Қазақстанда. Бұны мен мысал үшін бірақ министрдің аузынан естідім, сондай модель керек екен деп. Қай бағытта даму керек деген сұраққа жауап керек бізге. Қалай біз жұмыс істесек ауыл шаруашылығын көтере аламыз деген. Бізді сондай сұрақтар мазалайды. Біз батыс елдерден неге қалып қойдық? Бір 30-40 жылға осы сұрақ бойынша. Өйткені көп өзгерістер енгізді. Мал азықтандыру. Соның бірі мына елеуіш. Осы елеуіш арқылы жалпы аралас рационы малдың, соның структурасы, құрамын реттейді. Соның азықтың құрамын реттеу арқылы оның сүттің өнімділігін тез көбейтетін құрал осы елеуіш. Сонда азықтың құрамын реттеу керек. Біз реттемейміз ғой қазір. Негізінде әрбір азықтың құрамын реттеп отыру керек. Оның клетчаткасы қанша, протеинді қанша, құрғақ заты қанша. Көршілес Ресейде, Брянск деген жерде 300 мың бас бордақы тұрады. Олар қазір бордақылайтын малдың басын миллионға жеткіземіз деп отыр. Көрдіңіз бе? Олар мыңдаған тонна етті Қытайға шығарады, Қытайға сата алады. Мысалы үшін Қытай оларға заказ беретін болса, осыншама 1000 тонна өндіріп, сойып алып келіңдер деп. Онда ондай мүмкіншілік оларда бар. А бізде жоқ. Көрдіңіз бе? Сондықтан бізге сондай шаруашылықтар керек өте. Ал басқа шаруашылықтар, кіші де орташа шаруашылықтардың бәрі органикалық өнім шығаратын болатын болса, міне осы моделі бола алады. Жаңа Қазақстанның жаңа моделі, ауыл шаруашылығының моделі осындай болу керек деп ойлаймын мен. Бұл мочевинаны сиырлар тез қорытады. Бұл мочевина егер Қазақстанда шығарылатын болса, бұл мал өнімділігін тез көбейтіп. Мынау жақпа, біз ойлап тапқан жақпа. Мал ақсағанда малдың аяғына жағылады. Өте тамаша патентіміз бар. Бұл құрал жабдық
УЗИ аппарат дейді бұны. Тері мен еттің арасындағы майдың қалыңдығын өлшейді. Малды өлтірмейсің, соймайсың. Біздің елімізді сүтпен, етпен қамтамасыз ету үшін көп шаруашылықтың қажеті жоқ. Мысалы үшін 2 немесе 3 үлкен мега ферма салса, сүт өндіретін. Бүкіл Қазақстанды сүтпен қамтамасыз етуге болады. Ең басты мәселе бұл олардың өндіретін азық бар ғой, соны дұрыс уақытында дайындап үйрету керек. Сонда ғана олардың құнарлылығы, азықтың құрамындағы қоректік заттардың бәрі сақталады, бәрімен шаруашылық қамтамасыз етіледі. Фермерлерге көмек ретінде үлкен анықтама керек оларға. Мына мал азығының химиялық құрамы жайында. Әрбір ауданда азықтардың химиялық құрамы қандай. Соны көре алатындай, сонымен таныс бола алатындай фермерлерге үлкен анықтама керек. Бұндай анықтама ақырғы рет 79 жылы жазылған болатын. Сіздер білесіздер, биылғы жылғы қуаңшылық. Қуаңшылық, бұл құрғақшылық қатты болды. Бұл өте көп зиян әкелді фермерлерге. Енді мен ойлаймын, бұл енді 1 жылмен бітпейтін қуаңшылық. Бұл қайталай беретін қуаңшылық. Өйткені баяғыда біз жас кезімізде оқитынбыз, 1000 жылдық климат деген кітаптар болатын. Сонда оқығанда айтылатын, 21 ғасырдың 1-ші жартысында қуаңшылық болады деп. Бұл қуаңшылық 1-2 жыл емес, 100 жылға дейін баратын қуаңшылық деп. Біз Қазақстанда бұл мәселеге, қуаңшылыққа көп көңіл бөлуіміз керек. Өйткені біздегі тұрған су мәселесі өте күрделі. Егер бұндай ыстық бола беретін болатын болса, біздің жайылымдағы азық өнімділігі 2-3 центнер, білесіздер. Ол одан да азаяды. Жоқ болады деген сөз ғой. Енді ешкімді қорқытып отқан жоқпын, бірақ негізінде бәріне дайын болу керек. Біздің мал шаруашылығы мен батыстың мал шаруашылығының азықтандырудың айырмашылығы жер мен көктей болатын. Енді қазір біз соның бәрін үйреніп келе жатырмыз. Малды қалай азықтандыру. Егер біз осы күнге дейін малды азықтандырып келсек, олар малдың мес қарындағы бактерияларды азықтандырып келді. Сондықтан біз де соған ақырын көшіп отырмыз. Мұнда енді құнарлы шөп дайындау үшін жасыл бұл өз уақытында дайындалу керек. Көрдіңіз бе? Барлық қоректік заттары сақталған болу керек. Сонда малдың өнімділігі өте жоғары болады. Бірақ бұндай жақсы азық дайындау үшін қазір бізге қуаңшылыққа төзімді жаңадан сорттар керек. Спорттағы бокс бар ғой. Бокс қандай бренд болса, Қазақстан үшін, сол сияқты мына селекционер, ауыл шаруашылығы селекционерлері жаңа сорттар Қазақстанның өте төзімді қуаңшылыққа. Ол бренд болу керек. Ғылымға деген талпыныстар бар, балалар бар. Оларды біз таңдап аламыз, тастамаймыз, бірге алып жүреміз. Фермаларға да барғанда, мына егістік жұмыстарына барғанда да біз студенттерді, магистранттарды бәрін бірге алып жүреміз. Ауыл шаруашылығының болашағы өте зор Қазақстанда. Бізде потенциал өте зор. Көрдіңіз бе? Бізде шығарылған ет, бізде шығарылған сүттің сапасы өте жоғары.